Сәлем достар, сенімен бірге мен Зак. Короче говоря, бүгінгі видеода мен бірге Майнкрафт ойнауды жалғастырамын. Не просто Майнкрафт, бүгін длинный выживанияның бірінші сериясын түсіретін боламын достар. Қандай длинный выживание дейсіздер ма достар? Қандай длинный выживание? Бұл мынандай длинный выживание достар. Менің роликтарым длинный болмайды, менің роликтарым 5 минуттан болады. Бірақ бұл сезон өте көпке созылады, яғни 5-6 сезон болуы мүмкін. Кезіңіздер негізі, егер жаңағы ес қойсаңыздар, естімесеңіздер отыра беріңіздер. Ал ендеше, короче, достар, не істеу керек қазір бізге, білесіздер ме? Қазір бізге бүйту керек, короче. Бізге қазір мен үй салатын боламын. Дәл қазір осы серияға. Міне, осы үйді көрдіңіздер. Мен мұны қалай салғам, егер мен мынау муляр, мұның бәрі сетті осыке салдым. Жоқ, мен мұның бәрін кәдімгі салдым. Мен құрал заттарын бәрін лақтыра салдым. Ең бірінші мынаған көзек. Бұны мен қалай салдым, білесіздер ме? Бұны мен мынадан да салдым, яғни бұл кәдімгі ағаш, яғни бұл кәдімгі сасна, достар, сасна, бұл анаяқты сасна бүкіл жерде өсіп тұр. Қазір көрсем осы тауларды сасна көп өседі. Сенбесеңіздер, әне, қазір көрсем, ана олар сасна көрдіңіздер, яғни, Екінші бізде міне мынау дегенде сол боп тұруға, короче. Ал достар, екінші біздің айтып кететін затымыз, ойымнан қойшы. Короче, камень қайдың алдын дейсіздер ма? Міне мұның бәрі, короче, осы істеріңмен. Каменьді потом айтып кетеміз, алыншы міне қараңыздар. Каменьді бүкіл гравия камень қайдың алдын дейсіздер ма? Өйткені ана жерде таулардың бүкіл жандарында, короче, ана жақта да бар, таулардың бүкіл жандарында өте көп камень бар, яғни камень. Мына сол бужильникқа айналдырам, бәрі білетіндей бужильниктен айналдырдым. Үшіншісі міне мына стеклоны қалай жасадым дейсіздер ма? Стеклоны обычно жасадым. Стеклоны құмнан сет, білесіздер ма? Құмды қайдан алдыңыздар ма? Құмның бүкілін қазір көрсем, ана жақта бір көл сияқты бір нәрсе бар, сол көлден бәрін алдым. Ол жақта өте құм көп, сондықтан да мен оның жартысын алған шығарымда жартысынан аз алдым. Қазір көрсетейін даже секіріп осылай, ойбай. Короче, міне құм көріпсіңдер, құм, мұның бәрі құм. Короче, осы құмдар ойдан да көп болған, мұнда өте көп болған құмдар, мен бәрібір кішкенесін алдым, осылай қазір болып кетті. Уже қазір сразу үйге кіріп кетемін ғой деме, қазір үйге кіріп кетейін сразу, все болмай тұр. Короче, үйге кірдім, үй міне осындай болады. Короче, міне қараңыздар, мұнда факел, стекло, мұнда печка, мұнау менің спальныйым. Ал, короче, сундуктар, верстак, короче, стеклоны қайсадым деп бәрін білесіздер. Факелдар кәдімгі угілден салған, бәріңіз білесіздер. Палка мен угілден, палканы қайдан алғанымды білесіздер ғой, енді саснадың алдында ғой. Нақты верстак көріп тұрғандарыңыздай, сундук өте көп, және печка тұр үстінде, короче, печка тұр. Міне осы, міне мынау кәдімгі саснаның дуб сияқты бір білесі, короче. Не өседі, короче, саснаның бір нәрсесі, короче, мынау кәдімгі верстактар. Енді анау печка, мынау кәдімгі печка. Бұл бужильниктен жасалатын, өздеріңіз білесіз, бужильниктен бұл нормальный жасалады. Ал есе бұл менің спальныйым, достар. Мына бұлар жасалады. Қазір ұйықтар қалай өткен түн болып кетті қазір. Ал достар, мына ковер, яғни ковер қайдан жасалады білесіздер ме? Ол кәдімгі шерстен жасалады. Бұл кәдімгі шерстен жасалады. Кроватьта шерстпен нардан жасалады, астында тұрған бұлттардың анелар. Короче, мынау ступеньки тоже бужильниктен жасалады, оны бәріңіз білесіздер. Бужильниктен жасалады, оның барлығының. Міне менің үйім осындай, короче, зомбиді өлтірсек, потом видеоны аяқтаймыз, короче. Айбай, өлсе, мұны не ұрасы? Айбай, ұрмашы. Мәсаған, короче, өйстіп ұрай берек, өйстіп. Крерогыңыз кейін достар көріп тұрғандар әлі сескен жоқпын. Нормально, короче. Достар, осындай біздің үй сегодня получилось. Егер ролик ұнаса лайкты басып аямаңдар. Біз небәрі 4 минуттық видео түсірдік. Бұл жота нереально ғой, сондықтан да лайкты басып кетіңіздер, достар. Сенімен болған мен Зак, сенімде болады мен Зак, ал есе